Сәлем достар, сіздермен бірге Ақгүл Ғалымжанова. Қазақтың ұлттық тағамы бұқтырма тағамын әзірлейтін боламыз. Бұл жандықтың ішек қарнын жақсылап жуып тазартып, көкөністер қосып істейтін тағам болып саналады. Ұлттық тағамды бірге әзірлейік. Ендеше ас болсын. Бұқтырма тағамның құрамы бұл қалауларыңызша картоп. Мен 10 шақты түйір картопқа салдым. Және 2 сәбіз тазартып жуылған және пісітіп алынған қойдың ішек қарны. Және 2 бас жуа, чеснок қоссаңыздар да болады қалауларыңызша. Ең алдымен жуаны осылай кубиктап турап аламыз. Жуаны турап алдық. Енді келесі кезек сәбізде. Сәбізімізді да солай төртбұрыштілеп, яғни кубиктап турап алатын боламыз. Сәбіздерімізді турап алдық. Енді картошканы турайтын боламыз. Естеріңізде болсын, картошканы соңына таман турау керек, өйткені қарайып кетеді. Сол себептен ең соңынан картошканы тураймыз. Картошкілерді де солай төртбұрыштылап турап алатын боламыз. Картоптарымызды турап болдық. Енді жантықтың ішек қарнын турап алдық. Енді осылардың барлығын қазанға салып қуыратын боламыз біртіндеп тұрып. Отқа қойып, қазанымызды қыздырып, майымызды құйып, жуамызды салып қуырып жатырмыз. Осылай жақсылап қуырамыз біртіндеп тұрып. Келесі кезекте біз сәбізімізді салдық және одан кейін картопымызды салдық. Картоп тез пісетін болғандықтан соңына таман саламыз. Осылай араластырып тұрып қуыратын боламыз. Жақсылап қыздырып қуырып алдық. Одан кейін жантықтың ішек қарнын саламыз. Бізде жантықтың ішек қарны алдын ала пісірілген, сондықтан соңына таман салып жатырмыз. Пісірілгендіктен енді жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте тұзымызды және дәмдеуіштерімізді қосып араластырамыз. Дәмдеуіштерді өз қалауыңызша қоссаңыз болады. Қара бұрыш, чеснок, басқа да дәмдеуіштер қосуға болады. Енді жақсылап қайнатамыз. Жай отта қайнататын боламыз. Енді бұқтырмамыз міне дайын болды. Ас болсын. Өте оңай және дәрумендерге мол қазақтың байырдан келе жатқан ұлттық тағамын бірге әзірлейік.